Ассалаумағалейкум, құрметті кеңістік подкастымыздың көрермендері. Бүгін біздің кеңістік подкастымыздың 3-ші шығарылымы, біздің демеушіміз Жебе баспа үйі осы толық шығарылымды өздері қамтамасыз етіп отыр. Біздің ең алғашқы қазіргі түсірілімдегі біздің қонағымыз, біз кеңістік подкастына ең алғашқы рет ұстаз шақырып отырмыз. Нұржан Смағұл ұстазбен бүгінгі шығарылымымыз. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум салам. Қош көрдік, жігіттер. Жалпы біздің кеңістік подкастымызға біріншіден қош келдіңіз, ұстаз. Алла разы болсын сізге. Біздің бұл кеңістік деген атауды қоюдағы мақсатымыз жалпы көріп атқан адамдардың ойында бір кеңістік қалыптастыру, келіп атқан сіз сияқты қонақтарымызға бір кеңістік ашып беру деген сияқты мағынада болатын. Келгеніңізге көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге де шақырғандарыңызға. Жалпы бұл подкастымызда ұстазымыздың күмәндарға жауап атты кітабының желісі бойынша болады. Осы кітапты талқылап, көптеген адамдардың ойында жалпы күмәнді сұрақтар болады. Сондай сұрақтарды сейілту мақсатында осы подкастымызда жасап жатқан жайымыз бар. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Оған қоса, ұстаз, бұл кеңістік подкастының негізгі бір мақсатын түсіндіре кетейік. Алдында да айттым. Жалпы қазіргі жастардың көбі шетелдік персонаждарға, шетелдік кейіпкерлер, жалпы шетелдік тарихи тұлғаларға өте қатты еліктеп жатыр. Ал мұның бір мақсаты өзіміздің қазақтың супер қаһармандарын дәріптеу жастарға. Жалпы мақсат солай болған. Енді біз жаңағы ең алғашқы сұрағымыздан бастайық. Алғашқы сұрақтан бастамас бұрын, ұстаз, өзіңіз қалайсыз, қалай келдіңіз, жалпы өміріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Жалпы жағдайым жақсы, Аллаға шүкір. Өмірде жаңалық сол, қазір мынадан басқа тағы да бір кітап шығып жатыр. Осы сараптаманы кеше ғана келді. Кітап кеңес үкіметі алдындағы қазақтың діни ахуалы. Былайша айтқанда қазіргі уақытта талас-тартыс болып отыр ғой. Қазақ кім ол, діні не ол, қандай. Оны мына кеңес үкіметі аясында қарастыра алмаймыз да, потому что кеңес үкіметі кезінде бізді діннен алыстатты да. Енді бізге получается кеңес үкіметінің алдындағы діни ахуалды қарау керек та қазақтың. Енді сол кітап шығарып жатырық. Бұл кітап негізі көптеген сұрақтарға жауап береді деп ойлаймын. Бұл вроде ақидалық та емес, ол кітап негізі бұл тарихи деректер десек болады. Қалай негізі мына Ресей патшалығы кезінде қазақтарды діннен айыру үшін не істелген, қандай нәрселер жасалған, үлкен терең зерттеулер жасалған болатын. Бұл зерттеулер үшін тіпті мен Москваға барып, жаңағы Ломоносов библиотекасындағы құнды деректер, құжаттарға несіне кіріп, сол жерден арнайы қағаздарды, кітаптарды алып, документтерді ашып, көптеген нәрселерді алып келген болатынбыз негізі. Сол бұл өзімнің диссертациям болатын, шәкәрім соның бөлігіне кіргізген болатын басында, бірақ кейін сол диссертацияның ішінен алып тастадым да бөлек қылып кітап шығарып жатырмын. Терең, бұл енді кішкене ғылыми. Мынау енді мына кітап бізге бұл былайша айтқанда адамдардың ішінде күмәнді сейіту мақсатында деп отырсың ғой жаңағы. Бұл логикалық тұрғыдан, ақыли тұрғыдан қазіргі мұсылмандардың арасында қалыптасып жатқан бір сұрақ, күмәндерге жауап беру мақсатында болатын да. Бұл логикаға негізделген болады. Риторика, логика. Кеңес үкіметі алдындағы қазақтың діни ахуалы деген еңбек, бұл не тарихи деректер. Жаңағы архивтан шыққан, қалай болған деген сияқты. Сол жаңалығымыз сол әдетте таңертең кешкен шәкірттермен ілім оқып сөйтіп жүрміз. Машалла, керемет ұстаз. Осы орайда алғашқы сұрағымызды қоя кетейік. Жалпы ислам деген не? Ислам деген сөзге жалпы кеңінен ашып тоқталып кетсеңіз түсіндіріп. Енді исламды әртүрлі алып келсек болады. Исламды тілдік мағынадан қарастырсақ болады, исламды терминдік мағынадан қарастырсақ болады. Исламды жалпы жүйе ретінде қарастырсақ болады. Дінді бірінші анықтап алсақ болады, не ол дін деген сияқты. Айтатын әңгіме көп та. Мысалы, дін деген бар. Дін дегеніміз бұл, ғалымдарымыз айтады, дін дегеніміз бұл жүйе сені жақсылыққа алып баратын дейді. Ибн Малик деген Мәнар деген шархында айтады. Сені жақсылыққа қарай, жалпы заты жақсылыққа шақыратын жүйе дейді, дінді айтады. Онымен ол ислам дінін меңзеп тұр. Мен айтпағым мынау, жігіттер, егер дін болмаса, дін дегеніміз бізге құдайлық функцияны береді да. Егер құдайлық функция болмаса, қоғамда мораль, жақсы жаман, не дұрыс не бұрыс деген әңгіме қалыптаспайды. Болмайды просто. Жоқ. Ештеңе. Мысалы, мен айтам, көк цвет жақсы ма? Неге жақсы? Не себепті жақсы? Теңіздің түсі болғандықтан.
жақсы теңіздің түсі не себепті жақсы? Ол қандай критериймен жақсы болуы мүмкін? Не критерий? Әдемі жарасқандықтан адамның үстіне. Кімнің адамның үстіне әдемі жарасуда қандай пайда бар? Әдемілікті көрсетеді. Әдемілік не үшін? Егер құдайсыз болатын болса, сұрақтың бәрі бекер. Вообще жоқ. Не істейсің? Негізі каждый бір нәрсенің артында жақсы жаман деген түсінік болатында, бұл ұлы сот тұру керек. Ұлы сот. Саған неге біз амалыңа жақсы жаман деп береміз, егер ертеңгісін сені ұлы сотта соттамайтын болса да? Зачем? Ешкім ештеңе болмаса, зачем жақсы жаман деп айту? Қандай керегі бар оның? Не істейсің сен жақсы деп оны жаман деп айту? Қандай маңыздылығы бар жақсы жаман деп айту? Адамның жанына не пайда береді, адамның жанына не зиян береді, сол тұрғыдан жақсы жаман деп айтатын болсаң, онда хайуансың. Онда сен хайуан өзінің жанына не жақсы сол үшін күреседі да, өзіне не зиян олдан алыс болады да. Ол тек қана сондай хайуандықта. Ал егер сен жақсы жаман деген түсінікті біз сенің амалың дұрыс болды, сен амалың дұрыс болмады деп айтқымыз келсе біреуге, онда бұл ұлы сот тұру керек. Ертеңгісін сен сол ісің үшін неге жақсы деп жатыр? Өйткені сен ертең нормаль өтейін деп тұрсың. Неге жаман деп жатыр? Ертеңгісін сен жауап бересің. Бұл нәрсе болмаса мораль бекер. Жақсылық жамандық түсінік болмайды, қоғам болмайды. То есть Дарвиннің айтқаны эволюция ғой, короче, хайуан күйінде жүре береміз. Жақсы жаман деген болмайды. Негізі дін, мен айтар едім. Дін жақсы қоғам, сен мана исламды сұрап отырсың ғой. Ислам негізі мақасиду шариа дейді, шариғаттың мақсаттары деген бар. Соны талдай отырып, діннің мағынасын түсінуге болады да. Дін не үшін келген кезде дін 5 мақсатты деді, қарайды. Біріншіден дін шариғат жүйенің келуі, исламның келуі бірінші бұл адамның жанын қарап отырады, төгіліп кетпес үшін. Сондықтан да сен біреуді өлтірсең, саған күнә айтады да, ақыретте бұл дүниеде жазаң берілу керек та. Екіншіден адамның мал мүлкі бар ғой. Тоже саған біреуге харам. Сен барып қалағанша біреудің мал мүлкін алып кете алмайсың. Ислам қарап отыр алып кетпеуін. Әркім өзінің хақысын сақтауын. Сондықтан да бандиттер бар ғой, біреудікін алып жіберетін. Солардың бізде жазасы өте жоғары, тіптен кейбір ғалымдар жаназа шығарылмайды деген, бірақ негізі бойынша жаназа шығарылады. Бірақ шығарғанда да үлкен имамдар емес, кішкентай нелерге шығартады. Неге деген кезде, өйткені ол прямой шариғаттың келген мақсатына қайшы істеп тұрған адам. Шариға ислам діні адамдардың мүлкісі, хақысы сақталуын қарап тұрса, бандит деген соған қарама қайшы жұмыс істейтін адам да. Демек оның жазасы да ауыр болады дейді. Енді демек ол мал мүлкіңді, одан кейін сен ар намысыңды сақтауға келген. Ар намысты сақтау, сені біреу келіп, сен зинаның баласы, анау мынау десе, бізде жаза бар оған. Сен ғайбаттайтын болса, сен Алланың алдында ертеңгісін жауап бересің деген нәрселердің бәрі сенің арыңды сақтау үшін келген. Сенің ақылыңды сақтау үшін келгенді ислам. Ол қалай? Сен арақ ішетін болсаң, арақ ішпе дейді. Неге? Өйткені ол ақылға жасалған қылмыс ол негізі. Ақылың кетеді ғой арақ ішсең. Мына наркоман, солардың бәріне ислам қайшы. Неге? Өйткені исламның мақсаты сенің ақылыңды сақтап отыр. Және исламның 5-ші мақсаты бұл сенің дініңді сақтап отыр. Дініңді сақтап отыр дегеніміз әдемі сөз. Көп адамдар түсінбейді. Дініңді сақтап отыр деген сенің ислам дініңді сақтап отыр емес. Сен басқа біреуді мәжбүрлей алмайсың исламға. Ешкімді мәжбүрлей алмайсың. Алла Тағала Құранда айтады, ла икраха фид-дин дейді. Дінде зорлық жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Медина көшкен кезде яһудилермен де, мушриктермен де, бәрімен көрші Мединада да Меккеде тұра сөйтіп көшірген. Шығарыңдар, қуыңдар, кетіңдер деген әңгіме айтылмаған. Кейінгі бір саяси мәселелермен айтылған, бірақ жалпы шариғат бойынша сен кімнің қасында тұра алмайсың, ол болмайды, басқа дін өкілінде қасында тұра алмайсың деген сөз жоқ негізі. Сен наоборот тұруың керексің да, және сен өзінің амалыңмен исламның әдемілігін көрсетуің керексің. Негізі жалпы исламды сұрасаңдар осы үшін келген жігіттер. 5 мақсат сақтауға келген. Бұл үлкен дүние негізі. Өте керемет. Біз өзімізде біраз нәрсе біліп отырмыз. Енді біз негізі Кеңістік подкастының дәл бүгінгі бөлімінде өзіңіздің кітабыңыздың атауына байланысты күмәндарға жауап өте қауіпті сұрақтар қоямыз. Дайын болыңыз. Мына өзіңіздің кітабыңыздың ішінде де бар екен, соны көрерменге де айтып өтсеңіз, жалпы бізде Алла Тағала бүкіл жаратылыстың барлығын жаратты. Біз оған куәлік етеміз жалғыз екендігіне. Бірақ кітаптың ішіндегі жаңа сұраққа байланысты Алланы кім жаратты деген арнайы бөлім бар екен, соған жауап берсеңіз. Жігіттер мен пошагово үйретейінші қалай жалпы бұндай моменттерде жасайсыздар деп. Бірақ
жалпы мен мынаны ескерткім келеді да, бұл логика ілімі, бұл ақылмен жұмыс істеу ғой. Ақылмен адамдар өзінше әрқайсы ойлап алған, мынау ақылмен мен логикпен анау. Негізі логиканың өзінің ережелері бар, бір жүйе ғой. Сен былай болады, былай болмайды, былай жүре аласың, былай жүре алмайсың деген сияқты. Сондықтан да мысалы мен сізге айтайын, бір заң, логика ілімінде, то есть бізге бір астымызға фундамент керек, белгілі бір заңдар керек, соның негізінде біз басқа заңдарды құрамыз. Соның негізінде біздің ақылымыз жұмыс істей алады. Егер вообще ешқандай заң жұмыс істемесе, онда сен қалай неге құрасың сен? Бір негіз тұру керек астымызда. Сол негіз мынау абсурдность деген бар, бұл мустахил дейді, мустахилат дейді шариғатта. Абсурдность вещи, абсурд деген нәрсе бар. Бұл абсурд деген нәрсеге ешкім қарсы келмеу керек. Ол мысалы мынандай, мысалы Мұхтар, сен папаңа папа бола аласың ба? Жоқ. Бұл абсурд. Және біреу бұны я болады ғой деп қарастыру болмау керек. Бұл ақымақтық. Бұл уже заң. Біз уже белгілі бір заңдарды көріп алдық. Так, определенный заңдар бар уже демек, который оған ешкім қарсы келе алмайды. Бұл, например, сен өзіңді жарату деген сияқты. Сен өзіңді жарату деген қалай елестетесің сен? Сен өзіңді жарату деген бұл екі ақ вариантпен елестетіледі да. Сен бар болдың да өзіңді жараттың, сен жоқ болдың да өзіңді жараттың. Сен бар болып тұрып өзіңді жарататын болсаң, зачем сен өзіңді жаратып, сен барсың ғой. А егер сен жоқ болып тұрып өзіңді жарататын болсаң, онда сен жоқсың ғой. Қалай жоқ нәрсе бір нәрсе жаратады ол? То есть белгілі бір ереже тұру керек ол. Бұл ережеге ешкім қарсы алмау керек негізі. Осы ережелердің үстінде басқа да ақылы ережелер құралады одан кейін. Чек. Енді жігіттер сонда бір ережелердің бірі, еш нәрсе себепсіз болмайды. Егер болады десеңіздер, прям сөйлесіп отқан адамыңызға, өзіңізге күмәнданып жүрсең, алып келіңіз, мысал сұраңыз, қандай бір зат бар өзімен өзі болатын? Оның бар болуына себебі жоқ, қандай бір зат бар? Бір тауып бере аласың ба? Егер дос? Елестетіп көр. Неге жоқ па мүлдем? Жігіттер жоқ па? Мүмкін емес па? Қарастырсақ? Жоқ, я? Жоқ, келіседі, атеист болсын, басқа бір болсын, сен өзің де келісесің өзіңмен, күмән болатын болса. Енді егер әрбір бар нәрсеге белгілі бір себеп келетін болса, онда әлем бар ма? Иә. Әлемге не керек демек? Жаратушы. Себеп керек, иә? Себеп керек. Енді осы жерде осындай сұрақ туындайды. Енді ол себеп бар ғой? Ол да бар ма? Енді жаңағы теорияның негізінде, бұл даже аксиома десеңіздер болады, бірақ жаңағы теорияның негізінде оның да несі болу керек, значит? Себебі болу керек, потому что біз қандай ереже бекіттік жаңа? Әрбір бардың несі болу керек? Негізі. Себебі болу керек. Енді сен Құдайды әлемнің себебі қылсаң, Құдай да бар ғой. Демек жаңағы ереженің негізінде оның да несі болу керек? Себебі болу керек. Біз айтамыз, жоқ, бұл жерде ол себеп болмау керек. Шәкәрім атамыз айтады, бұл себепсіз себеп болу керек дейді. То есть причина беспричинный болу керек. Неге сұрақ туындайды? Неге сіздер ол ережені қалауыңызбен орындайсыздар? Бір жерде себеп қаласыздар да, бір жерге себеп қылмайсыз. Потому что егер сен оған причинность алып келетін болсаң, жаңағы себепке, бұл түпкі себепке, тағы да себеп қоятын болсаң, онда жалпы ештеңе болмайды, абсурдқа алып келеді дейміз. Абсурд дегеніміз бағанағы ереже бәрі келіскен. То есть сен әлемнің себебі бар дейсің да, сол әлемнің себебі жоқ дейсің. Потому что себебі бар деп қойсаң, онда абсурд қалып келеді. Ол қалай абсурд деген кезде, енді қараңыздаршы, мынау әлем десек. Оның себебі жаратушы десек. Енді ол жаратушының себебі болу керек қой деп біреу айтады ғой. Біз мынау оның себебі десек. Тағы да сұрақ туындайды, иә? Бұл да бар ғой, бұның несі болу керек? Жаратушысы болу керек қой, онда мынау болады. Бұған да тура сол сұрақ қойыла ма? Онда мынау болады. Бұған да сұрақ қойыла ма? Онда мынау. То есть басы бар, соңы жоқ болады, иә? Жігіттер қараңдар. Бір нәрсенің бар болуы, бір нәрсеге қарап тұрса, бірақ мынаның түбі болмаса, онда мына нәрселер болмайды. Енді сұрақ, әлем бар ма? Бар. Демек несі болған? Жаратушы. Себебі. Түбі болған. Түбі. Потому что түбі қылмасақ, тоқтатпасақ, онда мыналар болмай қалатын еді. Ол постоянно сұрап отыра береді еді. Кім ол? Ал кім? Ол кім? И болмай қалады. Өйткені мыналардың бар болуы мыналарға қарап тұр ғой. А мыналар таусылмайды. Значит, мыналар болмай қалу керек та. Бірақ біз бармыз ба әлем? Демек түбі бар. Түбі болған. Демек енді әрбір нәрсенің себебі бар десек,
соңғы себеп себепсіз себеп болуы міндетті. Өйткені себепсіз себеп қылмасаң, ондай болатын болса әлем жоқ болады дейді. Әлем в данный момент бар дейді. Бұл енді сол жігіттер, логика дегеніміз осындай ілім ғой. Көп мысалы мен ана видеолар шығарып жатқан кезде көп адамдар түсінбейді. Не айтып жатыр мынау? Жаңа мен ақида деген сабақтар бар да, қазір шығып барып жатқанда имам Матуридидің ақида сабақтарын шығарып жатырмын мен негізі. Имам Матуриди өте данышпан кісі негізі. Соның кішкентай сол жердегі логикаларын и то мен қазақшалап түсіндіріп жеткізгеннің өзінде ана комментарийларды көрсеңіз, миым қайнап жатыр, түсінбей жатыр, мынау не болып кетті, жаңылтпаш болып кетті ғой деп. Негізгі логика терең ілім ол солай болады деп есептелінеді негізі. Қазіргі уақытта мына кейбір дінсіздер болмаса, кейбір жаңағы күмәнға түсіп жүргендердің, мұсылмандардың өздері көп жағдайда ақылды логиканы дұрыс танымағаннан, ақыл дұрыс танылмай тұр. Егер сенің ақылың дұрыс танылатын болса, онда сен исламға түсінікке қатысты проблемаң болмас еді негізі. Исламда бәрі идеальны. Изян жоқ. Минус жоқ. Қандай болмасын идеальны. Және оны түсіндіріп беруге бізде ғалымдар бар дайын тұрған. Бар, кітаптар дайын тұр. Соны бізде ұстаздар жеткізіп бере алады сіздерге. Сондықтан да жігіттер, имам Ашари деген ғалым болатын да, сол айтатын. Адамның иманы есептелу үшін, мысалы сен мұсылмансың ба? Мұсылман, иә, альхамдулилля мұсылмансың. Неге? Өйткені сенде сенім бар, таздиқ дейді. Сен айттың, пайғамбардың айтқаны дұрыс дедің, дұрыс па? Бірақ сен оны білесің ба, білмейсің ба ақылы тұрғыдан? Жоқ. Білмейсің да? Демек сенікі просто пайғамбар сенімде тұр просто былай. Бұл дұрыс дедім, дұрыс деп тұрса. Но сен қазір оны ақылмен бекіте алмайсың ғой. Имам Ашари айтады, тут проблема, бұл иман болмауы мүмкін дейді. Потому что сен білмейсің ғой неге сеніп тұрғаныңды, по сути дела. Сен просто айтып тұрсың, Мұхаммед айтты, болды мен сенемін деп тұрсың. Но неге сеніп тұрсың сен? Білмейсің да сен. Онда ол иман ба? Деген сұрақ туындайды. Бізде матуридтерде иман ол жігіттер. Иман, потому что иман болу үшін білім болу шарт емес, бірақ бұл құпталады деген сөз емес. Имам Матурид дейді, бұл иман. Бірақ бұл харам иман дейді саған. Не болмаса Шәкәрім айтады, бұл иман өте сонда әлсіз иман, любой время сен келеді, біреу адасып кетеді спокойно дейді. Сенің иманың негізі білімге негізделген болу керек дейді. Сондықтан да имам Матуридидің иман үшін иманды білімсіз есептеуіне дәлелі бар. Өйткені сенім дегеніміз бұл білімді талап етпейді. Бұл мысалы былай түсіндірсем болады сіздерге. Мысалы мен үйге келіп түн ішінде мен бір проблема болып жатыр, айырым айтсам, бір проблема болып жатыр. Жүр, жиналып кеттік десем. Нұржан, сен тура жолдасың ба, әлде дұрыс емес жолдасың ба деген кезде, менікі дұрыс десем, о біле ма, білмей ма, сене ала ма маған? Сенеді ма? Болды, мен білемін сенікі дұрыс. Сенім білімге қажет етпейді кейде. Бірақ білімсіз ол өте әлсіз сенім. Шығып кетуге дайынсың. Сондықтан жігіттер мен айтатын постоянно білім дейтініміз ол. Как минимум ақиданы бекітіп алу керек. Негізі адамның бақытты, бақытсыз болуы, басымызда реттей алмаятынымыз, бұл дүниеде не істеп жүрміз, көп жағдайда өзімізге сұрақ қоятынымыз осы ақиданың білімсіздігінен ғой негізі. Егер ақида дұрыс білімде болатын болса, онда сенің миыңдағы нәрселердің бәрі шкафтарға порядокқа қойылып тұрған болады. Мынау так чек, и сенде проблема болмайды. Көп жағдайда. Да, сол сұраққа жауап бердім деп ойлаймын, Машалла. Керемет жауап болды. Алла разы болсын. Бірақ енді бұл жерде көп нәрсемен жауап берсе болады. Негізі былай жауап берсе де болады. Алла тағаланың жаратушысы кім? Өйткені барлығының жаратушысы бар ғой деп ше. Имам Матуриди өзінің кітабында естіп айтады. Сен білмейсің ғой дейді. Енді бір шетінен дұрыс олардікі. Мысалы, оның да жаратушысы бар деп. Өйткені сен қазір айтып жатсың ғой. Әлемнің жаратушысы Алла, Алланың жаратушысы жоқ деген кезде, олар бір нәрсенің жаратушы жоқ деген адам түсінбеу керек негізі. Потому что сен бұл дүниеде көрдің ба бір нәрсенің, который оны ешкім әсер етпей өзіне пайда болған. Көрдің ба? Көрмеген. Демек сенде түсінік қабылдамау керек та, оның жаратушы жоқ деген түсінікті. Басын қабылдамау керек та. Кейбір топтар келіп айтқан имам Матурidi, сен қандай түсінік беріп тұрсың? Қазір сен түсінік беріп тұрсың, бізге, который біз шамамен жетпейтін бір түсінікпен түсінуіміз керек. Ол түсінікті біз даже білмейміз да. Қалай бір нәрсе оның жаратушысы болмауы мүмкін? Мен қалай елестетемін бұны дейді. Имам Матуриди айтады, елестету бұл логика емес. Сен елестете алмасаң, бұл жоқ деген нәрсе емес. Логика дегеніміз бұл елестетуден сыртынан тыс нәрсе. Себеп салдар. Простой жауаппен келетін болсаңыздар, былай жауап берген бар имам Матуридидің. Қазір сіздер
бүкіл нәрсе бір жерде екенін көріп тұрсыздар. Мекені бар ма, жоқ па? бар бүкіл. Бір мекенсіз зат көре аласыздар ма әлемде? Жоқ. Неужели? Елестете алмайсыздар, иә? Бір бар болып тұрған нәрсе мекенсіз екен. Иә. Бар ма? Вообще жоқ па варианттар? Жігіттерге айтса болады шығар варианттар? Айтсын. Бар ма негізі мекенсіз? Неужели? Ауада ұшып бара жатқан шаң деген ғарыштағы мысалға жұлдыздар, күн мекен ғой. Галактика мекен. Галактика сам по себе мекен. галактиканың өзі ше. Әдемі. Енді әрбір зат әлемнің ішінде бір мекенде ма? Иә. Енді совокупность әлемді алатын болсақ, мекен деген түсінік уже әлемнің ішінде ғой. Иә. Сам по себе әлем қандай мекенде? Демек, сен когда маған айтсаң, біз бұл дүниеде әрбір заттың жаратушысы бар екенін көріп тұрық. Бірақ әлем қалай сен маған тұрасың, Алланың жаратушысы жоқ деп айтасың деген кезде, сенің бұл әлемдегі кейде алған түсінігің в общем совокупностьқа келгенде жұмыс істемеуі мүмкін. Как, например, сен бұл әлемде әрбір заттың мекенде екенін көріп тұрсың ғой. Бірақ бүкіл әлемді алған кезде мекен ішінде қалады ғой әлемнің. Ол мекенде болмайды. Потому что ол мекенде болу үшін, жігіттер, мекен дегеніміз екі заттың қарым-қатынасы дейді. Мұны былай. Мынаған мекен. Әлемді егер біз полностью бір нәрсеге домалақтайтын болсақ, онда бәрі ішінде қалды ғой. Демек, әлемнен басқа тағы бір жаралған зат жоқ қой. Егер тағы бір жаралған зат болатын болса, әлем ішіне кіріп кету керек еді. Өйткені ол жаралған да. Демек, ол жалғыз өзі тұрады да. Демек, оның мекені болмайды. Тура солай. Бұл дүниеде біз бір нәрсені көреміз да, ол постоянно бізге бір түсінік беріп тұрса, бірақ совокупностьте ол басқаша болу мүмкін емес деген түсінік бермей қалу мүмкін емес. Может, басқа түсінік басқаша болып қалу. Возможно вариант. Керемет ұстаз. Біздің кеңістік ашылып отыр. Иә. Шынымен кеңістік подкаст, кеңістік болды. Иә, Алла разы болсын. Ары қарай тереңдей түсек. Мен жалпы көп таныстарым бар, осындай сұрақтар қойылып қалады өз басыма. Жауап бере алмай қалам ше. Алла әуелден біздің тозақтық немесе жәннаттық екенімізді біле тұрған болса, неліктен жаратты дейтін сұрақ. Әдемі сұрақ. Жігіттер, бұнда құйтырқы сұрақтарда негізі мынандай логика түсіну керек. Мен сіздерге барлығын түсіндіріп берейінші. Сіз бір сұрақ қойған кезде, ол сұрақтың түсінігін қайдан алған түсінік ол? Ол сұрақтың жалпы сондай нәтиже береткен қаяқтан түсінгенсіз? Осы әлемнен ғой? Иә. То есть сіз қазір осы әлемнен алған түсінікпен сұрақ қойып тұрсыз, дұрыс па? Иә. То есть былайша айтқанда, сіздің сұрағыңыз осы әлемдегі қалыптасқан түсінігіңіздің негізінде орналасып тұр да. Сіз қазір өйстіп айтып тұрсыз. Бәрін білетін болса, зачем деп тұрсыз. Неге? Өйткені сіз адамды көресіз да айтасыз. Ол бәрін білетін болса, математикадан ол шешпейді ғой дейсің да. Енді ол есепті біліп тұрса, ол шешпейді ғой. Сол түсінікті алдыңда сен тұрдың да, енді Алла бәрін біліп тұрса, онда зачем жаратып деген. Сол түсінікпен келіп тұрсың да сен, по сути дела. Енді әңгіме былай, жігіттер. Аллаға мекен, уақытына біздің әлемдегі түсініктер жүре ма? Жоқ. Демек, сенің вариантың бар ғой, Алла білетін болса неге жаратады? Өйткені либо ол білмейді, сондықтан жаратып жатыр. Либо ол бәрін біліп жаратпаса ақымақтық деген вариантыңдан. Енді бұл біздің әлемдегі алынған түсінік қой. Алла біздің әлемдегі сырт қой. Ол жерде бұдан басқа үшінші вариант болуы мүмкін ба? Мүмкін ғой. Сен ол әлем, біздің уақыт, біздің түсінік жүрмейді ғой Аллаға. Неужели сен осы жердегі түсінігімен тұрасына Раббыңа бір десе айта қаласың да сен? Шешім қабылда. По сути дела. Сен кішкентай әлемде өмір сүресің, бір, который сенің түсінігің қалыптасқан сол нәрселерді түсінуге да, Алла Тағала бұл сенің әлемдегі түсініктер жүрмейді да, и сен осы әлемдегі алған кішкентай түсінігіңді Аллаға ол жүрмейтін заңдармен жүргізгің келеді да. Бұл во-первых, бұл жауап емес, но во-первых, мен сіздерге түсіндіріп жатқаным ғой идеяны негізі. Бірақ жігіттер, бұл жауапты спокойно қайтарса болады. Бұл логика тұрғысынан мынандай. Бұл қандай силлогизм құрып жатыр? Силлогизм логика ілімінде мынандай ғой, мысалы, атыңыз кім? Арман. Я Арман камераның қасында жүрді. Камераның қасында жүрген значит бұл оператор, демек Арман оператор деген логика ғой, короче. То есть Арман камераның қасында жүрді. Камераның қасында жүрген адам бұл оператор, демек Арман оператор. Бұл да тұр ол.
алла білімді болса не істемеу керек еді? Жаратпау керек еді. Алла жаратпау керек еді. Бірақ жаратып қойған ба? Алла жаратты, кім жаратты? Ол білімсіз. Демек алла білімсіз. Сол логика болады. Басқа логика жоқ. Енді жігіттер мынандай сұрақ туындайды. Қашаннан бері бір нәрсені білу, оны жаратпауға алып келу керек еді? Де логика? Сіздер бұл дүниеде бір жігітті отырып, мысалы, бір нәрсені бір нәрсені істемей отса, сен біледі екенсің не дейсіңдер ма? Где логика? Когда бір нәрсені жаратпауға оны туралы білуі себеп болады да? То есть откуда вы взяли? Мен мысалы мынандай мен айтамын, мынаны көк деп айтамын, потому что оның бойында қандай тұр? Көк тұр. Енді айтамын, мынаны жаратпай тұр, потому что ол жаратпады деп айтамын да. Неге сен айтып тұрсың? Мынаны жаратпады, мынаны жаратты өйткені білмейді. Қашан бір нәрсені білмеу, оны жаратпауға алып келу керек еді. Вообще, где это взято? Бұл логика қай жерден алынған, өзім мен түсінбедім. Қандай логика бұл? Вообще келмейді ғой. Сен біреу нәрсені жаратпаса, сен оның жаратпауына қарап айтасың. Жаратпады дейсің. Бірақ оның білмеуі қашан қатысы жоқ қой. Не, әлемдегі білетіндердің бәрі жаратпай жатыр ма сол кезде, по сути? Солай болып жатыр ма не? Каждый біліп тұрған зат уже жаратпай жатыр ма? Қанша зат бар ғой біліп тұрса да жаратып жатқан. Қанша зат бар білмей тұрса да жаратып жатқан, білмей тұрмаса да жаратпай жатқан да. Логика не работает сам по себе. И почему сен решил то, что Аллах бәрін білетін болса, онда жаратпау керек еді? Почему? Мен айтсам шестіп, Аллах бәрін білет и жаратады десем, в чем проблема? Проблема жоқ. Сол қандай? Неге одан проблема шығарып тұрсың да? Алла білет и жаратады. Даже мен сізге айтатын едім негізі. Сильность в том, что Алланың білуі жаратпауға алып келмеу керек еді. Алланың білуі неге алып келу керек еді? Наоборот, жаратуға деп айтатын едім. Потому что в чем толк, сен білдің, если он жаратпасаң да? Так что твоя связка, то, что Аллах білсе, онда әлемді жаратпас еді, қате, Аллах білсе, наоборот, жаратар еді. И ол жаратты. Және сен оны алып келме, то, что біреу білмей тұрса, онда ол жаратады, а біреу біліп тұрса, онда жаратпайды деген связка вообще не работает. Не рабочая связка. Жалпы дегенім оны жігіттер. И одан кейін, мысалы қараш, олар қазір Алла Тағаланың білуін әлемді жаратпау дегенге алып келу керек деп тұр ғой. Если оны әлемді білсе, онда жаратпау керек деп отыр ғой. Мен айтып тұрмын, мысалы, сен әлемді білесің да, мысалы. Сенің білуің қандай варианттар алып келуі мүмкін? Заключение. Сенің білуің, как, например, сен оны білесің деген үкім шығарылған. Сенің білуің оны жарата алады дегенге алып келуі мүмкін. Сенің білуің жарайды, оны жаратпауға алып келуі мүмкін, потому что білесің дегенге алып келуі мүмкін. Сенің білімің тағы да бір нәтиже. Енді соншама ықтималдық тұра. Қалай сен шештің, то, что сенің білуің оны жаратпауға алып келуі керек деген. Логика вообще непонятно. Просто сырты күшті көрінеді да, а былай негізі ақылсыз әңгіме. Бұл. Сөзім жоқ. Алла разы болсын. Ұстаз, енді бізде мынау қоғамда көп адамдар ойлайды, енді мысалға мешіттер салынып жатыр, медреселер салынып жатыр, оқу орындары көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Бірақ соны біз ағымнан, заманнан қалып кетіп жатырмыз. Өркениетте мұсылмандар артта қалып жатыр деген түсінік қалыптасып қалды енді қоғамның ойында. Соларға ойыңыз қалай? Жігіттер, бұл қазір көп уақытта қолданатын нәрселердің бірі, ислам ақиқат болатын болса, неге ана кедей болып жатыр дейді. Вопрос, жігіттер, қашаннан бері біз ақиқатты бай болып кедей болумен анықтайтын болғанбыз. Яғни кім бай болатын болса, ол ақиқатта, кім кедей болатын болса, ол ақиқатта емес па? Ол қалай бұл определение тоже? Ондай болатын болса, қылмыскер байлардың бәрін ақиқатта дей берейік онда. Әйтеуір бай болса болды ғой. В чем логика? Неге кедей бола тұра, ол ақиқатта болмайды? Мен айтар едім негізі, кедей болу бұл ақиқат деп даже наоборот айтар едім. Өйткені бай болған адам көп жағдайда ақиқатты айтпауы мүмкін да. Бізде ғалымдар бар еді, сөйтіп айтады бір кітаптарында. Сен таңертең үйден шығып келе жатқан кезде саған бәрі күліп қарайтын болса дейді.
қуған қуысқаның көршің көшедегілер бәрі көп, сен де бір ақиқат, сен бір нәрсені дұрыс демей жүрсің дейді, потому что сен елге ұнамайтын ақиқатты айтпай жүрсің дейді. Сондықтан да жігіттер, мен білемін, қиын, мен даже кейде шәкірттеріммен сөйлесіп жатқан кезде бізде мынандай бар да, тағы айтады ертеңгісінше елдің бәрі Нұржан деген сол өлімге, кедейлікке шақырып жатыр деп. Жігіттер, ақиқатқа келген кезде бізде матуриди ақидасында мына тақуа бай мен тақуа кедей бар ғой. Бай тақуа шүкіршілік қылады берген нығмет үшін күнде. Зекетін береді, несін береді. И кедей тақуа бар, который сабырлықпен тақуа да ол. Ана шүкіршілік қылумен тақуа. Қайсы жақсы жігіттер? Сабырлықпен. Кедейлік жақсы, сабырлық. Бұл матуриди ақидасында. Ұнаса да, ұнамаса да. Бүгінгі түсініп тұрмын. Бүгінгі положение вас зовет к тому, чтобы вы были богатыми. Бірақ жігіттер, ақиқат дүниеде емес, негізі, по сути дела. Ертең өлесің, кетесің, ештеңе қалмайды. Сенің басыңдағы армандаған нәрселерің 50 жасқа жеткен кезде кабриолетпен жүріп жүрмеуің белгісіз, орындала ма, орындалмай. Ты можешь завтра умереть, да? Сондықтан да мен сендер кедейлікке шақырып жатқан жоқпын, әрине, ризық Алладан. Но былай келген кезде қашаннан бері біз ақиқатты ажырататын болғанбыз? Бай болу мен кедей болумен. Неге сізге біреу келіп сұрақ қоя алу керек? Неге мұсылмандар ақиқатта болса, а неге олар кедей? Кедей болса ақиқатта емес па не? Не, бай болу мен кедей болу ключ па ақиқаттарға ақтайтын? Ондай болса, пайғамбарымыз ақиқатта болмаған да. Өйткені пайғамбарымыз қандай болған? Кедей болған. Выбранный кедей. Кәдімгідей таңдалынған кедей. Он специально кедей болды. Так что сіздерге біреу келіп айта алмайды. Біз мұсылмандарымыз негізі ақылды болмыз, жігіттер. Мұсылман. Просто бізде мынандай стереотип қазіргі білмеймін. Құран суна деп дұрыс емес түсінікпен кетіп қалғаннан кейін ақылды қолдана алмай қалдық па? Из-за этого қазір адамдарда стереотип қалыптасты. Ол мұсылмандармен сөйлеспей қой, түк білмейді бәрібір. Как будто біздер логика емес. Жігіттер, мұсылман самый логик. Мұсылман самый логик. Потому что Алла Тағала Құранда оларда улул әлбәб, ақылдың иелері деп сипаттайды. То есть Құдайды тапқандар олардың логиканың иелері деп сипаттайды. Кім діндар? Бұл негізі логик. Соны енді сіздер как қоғамның логика ретінде кез келген сұраққа дірілдей бермей, логикамен жауап беруге де қорықпайды. Так, сізге келіп біреу, а неге мұсылмандар кедей онда ақиқатта болса деп дірілдемей просто, в чем проблема? Қашаннан бері біз кедейлікті, не болса байлықты ақиқаттың стандарты қойғанбыз? Қашан? Ондай болатын болса, байлық пен ақиқатты беретін болсақ, онда бір бай қылмыскер болатын болса, онда ол ақиқатта, оның қылмысына қарамастан, потому что ол бай. Сондай болып қалады да. Неправильная логика. Сол көп көремін мен. Ана, даже мынандай бір логика, бір сөз айтып шыққан бір әртіс, мен ұмытып отырмын, бір ағаның бай түрін танимын. Мен деген діндарлар нетпеймін онша дейді. Арақ ішпеу дейді. Қараса жаңа Германия қала пиваны ішкен, не дейді, краннан ағызып ішеді. Қандай дамып жатыр дейді. Анан қараса сонда қандай дамып жатыр. Қалай алып келеді, иә, логиканы. Арақ ішсең дамисың деген. Арақ ішсең бай болсын. Ну, допустим, да, ладно. Арақ іше бай бол да. Ну, бұл какое имеет отношение ақиқатқа? Ну, егер сенің мақсатың байлық болатын болса, да, пожалуйста, байлық болса, байлықты ақиқат деп көретін болсаң, онда, пожалуйста. Бірақ егер саған шын ақиқат керек болатын болса, жігіттер, шын ақиқат, бұл байлық кедей болуға қарастырылмайды. Бұл бай да болуы мүмкін ақиқатта, кедей де болуы мүмкін ақиқат. Және біреулер алып келетіндер жаңағы, мысалы, ислам ақиқатта болатын болса, онда неге кедей? Наоборот, мен сіздерге айтатын едім. Кедейлік бұл оның ақиқатта еместігіне емес. Кедейлік оның наоборот, ақиқаттағысына более жақын ғой. Потому что жігіттер, кто постоянно жұмыстан шығып қалатын? Кто постоянно обществода жек көретін оны? Кто постоянно оны бір нететіндер? Подхалимдер ма, әлде ақиқатты айтатындар ма? Ақиқатты айтатындар да. Даже я бы сказал, более близок кедей ақиқатқа чем. Мен онымен айтқым келіп жатқан жоқ. Типа кедейлікпен ақиқат болады деп. Жоқ, ол ақиқат кедейлікпен де болмайды, бірақ байлықпен де болмайды. Но абсурдность сенің сұрағыңның в том, что до того сенің сұрағың дұрыс емес. Я бы сказал бы даже кедейлік жақынырақ ақиқатқа, чем байлық. Әңгіме сода, жігіттер.
сам по себе. То есть өмірді таза дұрыс логикамен көріп үйреніп алу керек та. Сол кезде негізі көп нәрсе ашылады. Бізде қазір көп адамдардың сөйлеп типа логиканы алып келуі негізі логика тұрғысынан ештеңені сезіп тұрған жоқ, олар түсініп тұрған жоқ, бірақ олар ойлап тұр да, как логика ретінде сөйлеп тұрмын деп. Көп нәрсе негізі исламда ақылмен шешіледі. Алла разы болсын. Тамаша ұстаз. Жалғастырайық. Әр сұрағыңыз бір кітап болып жатыр ғой. Алла разы болсын, Алла разы болсын. Ойланып бір тесікке қарап қалып жатыр. Көп адамдар исламды бір қиын дін көреді, Иә. бір оқшаудың көреді. Сендер намаз оқисыңдар, қажылыққа барасыңдар, күннің ыстығында ораза ұстайсыңдар, өздеріңді не қыласыңдар қинап, бір еркін өмір сүрсеңдерші деген сияқты. Әлем дамып жатыр, Европа, Америка, қарасаңдаршы, көздеріңді ашсаңдаршы деген сияқты қалады да. Ол амалдарды бірақ өздері жасап көрмеген әлі. Иә. Енді олар айтып тұр ғой, белгілі бір нормамен жүру бұл қиындық алып келеді деп. Ислам норма қиындық, демек ислам Қиындық. Логика сол. Негізі бағананы айтқан болады, негізі тоже логика дұрыс емес, потому что қиындық деген қиындықтың болуымен болады да. Мен мысалы нормамен жүру қиын емес, потому что менде қиындық жоқ. А просто норманың болу саған қиындықты беру не обязательно. Шарт емес. Екіншіден айтатын едім. Негізі нормасыз жүру қиын емес па? Нормамен емес. Сұрақ простой. Жігіттер дисциплинамен жүрген жақсырақ па, дисциплинасыз жүрген қиынырақ па? Тәртіп жақсы ғой. Тәртіп жақсырақ келген кезде. Енді сол болды ғой сұрақ. Просто сондай бір. Бұл как будто мен постоянно айтамын ғой, мына кейбір тәңіршілер дегендер де бар, мысалы. Бұл тәңіршілер идеальный позиция ғой. Өте идеальный позиция. Неге? Өйткені адам арақ ішкісі келеді да. Ішкісі келіп өліп тұр да. Бірақ мына жерде біз қауым тұрық қой, ислам тұр ғой, сөгетін. Енді как минимум ішкен кезде дұрыс қарамайсыз ғой, как минимум ше енді. Дұрыс емес. Морально давлениені түсініп тұр ғой, короче, исламнан ше. И ол морально давление исламнан түсініп тұр да, қазір төмендегеннен қарағанда бұл исламның алдында оған легче ислам дұрыс емес деп айта салды, дұрыс па? Бірақ сонымен қоса дінсіз болып көрінгісі келмейді да. Енді діндар адам болу керек. Идеальный вариант тәңірші ғой. Вроде құдайға сенеді. Вроде арақ ішкенде харам емес та. Жайлап ішіп қойып жүре бересің. И діндарсың да сен. Сондықтан да көп жағдайда исламға шабуыл жасайтын жігіттер мұсылман адамның даже біз ішкен адамға ештеңе істемесек та, адам өзі, кеше мен бір видео көріп жатырмын да, сіздер көрді ме, көрмедіңіздер ме? Біз Нұрбарактың қасында остановкада екі қыз тұр да, и бір әйел отыр, мынандай екі да. И әйел тұрып, ана екі қыз просто тұрған ғой, сөйлесіп сотке түсіріп тұрып, ана екі қыз тұрып. И по-моему ана әйел тұрып, малдар деген да, екеуіне. Ана екі қыз түк істемеген. Но почему әйел кісі бірінші сөйтіп айтып жіберді? Мен өзім ойландым, потому что ана екі қыздың просто хиджабпен келіп қасына тұрып сөйлесіп тұру, ана кісіге уже давление, да? Потому что ашық тұр да ол. И она как бы ойлапты да, ана екеуі менің қасыма келіп алды да, вот какая низкая деп маған қасына келіп, и ана тұрды да всплеск тұрды, анарға малдар дей салды да. То есть ислам мынандай ғой, біз ешкімге сөкпесек та, сам по себе адамның ішкі рухани жаны біліп тұр ғой, то что ішіп жүрген дұрыс емес екен ше. И ислам дұрыс деген дін екенін де біліп тұр ғой. Ол өзі ішінен дұрыс емес нәрсе жасап жүрмін деген түсініп тұрғаннан ол өзінің давлениесін сезіп тұр ғой. Біз ештеңе демесек. И ему лучше было бы сказать мынандай, да? Ислам дұрыс емес. Ну, по сути дела, арақты ішкен дұрыс емес екенін дінсіз де біледі ғой. Мен өзім айтарым да, енді мысалы, оған арақтың кейде шариатта мынандай нормалар бар, оның дұрыс емес деген ақылмен білуге болады да. Мысалы, адамды өлтіру бұл дұрыс емес екенін білу үшін саған шариғат керек емес. Бұл алдымның ақылына салған некоторые вещи Алла тағала бізге неге салып қойған? Ақылға салып қойған. Сондықтан да, мысалы, рахмет айту бар ғой. Рахмет айту. Мына 5 уақыт намаз бар ғой сіздердің оқып жатқандарыңыз. Бұл негізі рахмет айту идеясында тұр. Потому что енді мысалы, допустим, мына Мұхтар үлкен сумкамен подъездің алдына келді, бесінші этажға көтеру керек та. Яғни қиын ғой. И мына жақтан елді өтіп барады да, танымайды.
яке көмектесіп жіберейін деді да ердосқа демала тұр деді да өзін көтеріп тастады да сұрақ жігіттер мұхтар рахмет айтпауы мүмкін ба ердосқа мүмкін ба мүмкін емес пе мүмкін емес айтамын ғой айтамын по-любому айтады ғой деп ойлаймын мен сен даже кішкентай баланың қолына бір нәрсе берсең де ол әлі рахмет айтуды білмесе де күледі бүйтеді ол то есть рахмет айту біздің мына фитратымызға ақылға салынған потому что адам бір нәрсені шығармай бір нәрсені алмай деген түсінік бар қалыптасқан ол саған бір нәрсе істеді ма сен адам алла салып қойған уже сенің базовый нелер ғой настройкалар ғой ол базовый настройка сен значит ты должен что-то сделать бұл базовый настройка енді қарашы жігіттер қазір сенің жүрегің соғып тұр ма сен істеп тұрсың ба сен істеп тұрсың ба асқазан істеп тұр ма мына шаг жасаған кезде каждый шагың алла тағала күш беріп жатыр ма қуат қандарың айналып жатыр ма ішіндегі миың істеп жатыр ма сен ба істеп жатқан жоқ енді саған біреу істеп жатыр ғой енді сен не айтуың керексің рахмет ол 5 уақыт намаз негізінде 5 уақыт намаз осы потому что базовый настройка сен рахмет айтуың керексің ты создан так ал енді ол рахмет айту бұл шариғаттың саған берген түсінігінен емес бұл базовый настройка екеніне дәлелі жігіттер Европа халқы көбі дінсіздері рахметті бізден күшті айтады ол рахмет айту керек екенін олар біледі оларда день благодарения деген ана христианский нелерде бар бірақ жалпы былай еще день благодарения деген дінсіздерде де ондай күн болып кеткен мейрамда демек рахмет айту бұл базовый настройка сенің намазың күнделікті 5 уақытың сен аллаға я раббым альхамдулилля осы беріп жатқан нығметке шүкір деп рахмет айтып жатқан то есть сен рахмет айтуды білесің базовый настройка а бірақ намаз ол рахметті қалай айтылады екенін бұл уже ақылмен білінбейді бұл уже осы жерде пайғамбар керек та так а бұл рахмет жігіттер былай айтылады дейді да саған үйретіп береді намаз чек 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 сондықтан да намазды оқып жатқан кезде жігіттер лайфхак намазды оқып жатқан кезде көп адамдар кемелденемін деп оқиды да намазды оқып жатқан кезде сен кәмілсің уже соған рахмет айтып жатырмын деп сен оқы потому что ты уже идеален саған алла тағала жүрек берді жүріс берді ой берді сен соған рахмет айтып жатырмын деп оқы а не кемелденемін рухани маған қазір не келеді деп оқыма сен шүкір я раббым деп оқы сол кезде басқаша лайфхак иә керемет екен тиктокқа қиып саламын болады тиктоктағылар и так та қазір мен болмасам жұмыстар болмай қалса материал жоқ па сіз болмасаңыз өз кітабыңызды шығаруды армандайсыз ба жебе баспа үйі толықтай қызмет көрсетуге дайын идея редакциялаудан бастап кітап басып шығаруға дейін көмек береміз кәсіби редакторлар үздік дизайнерлер және ең жоғары сападағы баспа материалдары осының барлығы 990 теңгеден басталады дәл қазір байланысқа WhatsApp арқылы шығып өз армандарыңызды орындаңыздар жалпы ұстаз бізде қоғамда енді дәл қазір фитна көп қой әсіресе көз зинасы болсын басқасы болсын деген секілді көп жастар болсын дерт зина жалпы негізгі дерт қазіргі қоғамдағы болып жатқан енді көбінен еститін тикток болсын инстаграм жалпы желіден еститін сұрақ сенің күнәң сенің ұрпағыңа әсер ете ме деген нәрсе так жігіттер біріншіден мынаны алу керек ешкім ештеңе әсер етпейді алла қаламайынша бұл первый сразу базовый ереже алла захочет әсер етеді даже мынандай нәрсе бар күнәһар мұсылман бар ғой мұсылман және күнәһар оның жағдайы қалай қияметте бірден жәннатқа кіре ма әлде тозаққа кіріп барып одан кейін барып жәннатқа кіре ма әлде ол тозақта қала ма алланың қалауымен ғой оның өзі алланың қалауымен ғой сол жердегі айтпағым мына жерде вариант бар өйстіп айтады алла қаласа оның жасаған күнәлары үшін тозақ жазасын бермей ақ сразу кіргізуге болады болмаса алла қаласа жазалары үшін тозаққа кіргізеді да одан кейін барып жәннатқа то есть мынандай нәрсе жоқ жаңа сағаттағы механика сияқты жұмыс істейді да мынау болса чик мынау болса чик 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 бұл жоқ бұл теория относительности Эйнштейндікі білесіздер ғой
тура солай. То есть ол теория относительности келмейінше оның алдында мына Ньютонның заңы жұмыс істеп тұрғанда. То есть как техника бәрі бар. Чик 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 соң Эйнштейн келеді теория относительности. Чик 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 жоқ. Иногда чик, иногда чик чик. Иногда чик 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 чик. Білмейсің сен деген да уже. Соның кейін кім енді тура осы идея. Не жігіттер Алла қаласа бірден кіреді, Алла қаламаса ол жазасын арқалайды да одан кейін кіреді. Бірақ енді әңгіме не сұрақ болды құман? Біздің жасаған күнәміз біздің. Иә, жігіттер екінші ереже. Мына орыстар айтады, сын за отца не в ответе дейді. Бұл ереже бар. Сенің жасаған күнәң үшін сенің балаң жауап бермейді. Бұл әділетсіздік идеясы. Причем тут бала? Мен өткенде бір уағызшыны тыңдап қалдым, мешітте әңгімені ұрып отыр да. Походу уағыз не туралы болған? Некенің маңыздылығы, никах қиып барып үйленудің маңыздылығы да. И шариатта бізде мынандай норма бар. Кімде-кім зинадан туылған бала болатын болса, ол имамдыққа шықпайды деген бар. То есть макрух, нежелательно деген бар да. И ана уағызшы естіп жіберіп жатыр да. Қараңыздар деді. Сенің зина жасағаның сенің балаңды даже имамдыққа шартқызбайды деп жатыр да. Қате, өте қате. Оның имамдық, иә, ол үкім мойындау керек бар. Зинадан туған бала желательно емес имамдыққа шығу. Бірақ причинасы, оның себебі не деген кезде, өйткені баяғыда баланың шариғи біліммен айналысатын кім негізі? Әкесі ма? Зинада туған балада кім болмайды? Әке болмайды. Демек ода қазір білімі жоқ. Ол во многих случаях қазір намазды не бұзбайды екен білмейді. Нежелательно оны шығару деген. А так зинадан туған бала ғалым болатын болса, ол шығады. Осы енді айтпағым жігіттер, біреу үшін жауап бермейді. Бұл ясно. Но Алла белгілі бір нәрсемен сынауы мүмкін ба сені? Я сынауы мүмкін, және сен оны апаруың мүмкінсің. Кезіндегі аталарымыз істеп кеткені шығар, кезіндегі бүйтіп кеткен шығар. Бұл хикмет, үлкен дана, ілім иесі ғой, Алла білмейсің не істеп жатқанын. Но Алла әділетсіз емес, жігіттер. Сенің біреуің күнә үшін сені ешқандай зияның жоқ, сені барып қинамайды. Ондай нәрсе жоқ исламда. Тағы бір өте ақымақ сұрақтардың бірегейі. Неге ұстаздар үкім береді? Неге үкімді тек Алла ғана бермейді? Деген түсінік басқалардың көзқарасында бар. Негізі именно осы салафизм, вахабизм идеясында жүрген бауырларға да керек та негізі ше. Біріншіден мынандай аят бар жігіттер. Хәл ястауи ллазина я'ламуна ва ллазина ла я'ламун дейді. Білетіндер мен білмейтіндер тең емес. Тең емес, иә? Мына пример келтірейінші. Сен профессиональный охотниксың да? Мен досыңмын сенің. Но мен профессиональный охотник емеспін. Екеуміз охотаға шықтық. Шықты, анандай жерде бір аң тұр да, айбет. Екеумізде бір оқ. Енді екеуміз таласам, кім атқан дұрыс? Ана тамақты алмасақ өлейік деп тұр. Кәсіби. Енді дұрыста енді маманы жауап берген дұрыс қой. Енді бауырмау. Сен обедте отырып шай ішесің. Шайдың үстінде отырып фихи мәселелерді талдап жүрген адам, өмірді құртып жүрген сол ілімге сен қалай айтасың, то что каждый адам өз шешсін деп. Қалай ол сен қанша нәрсе. Мысалы, мен діннен кішкене алыс адамдар, мен білемін да, исламда не ілім бар деп ойлайсың дейді. Бар, сол намаз, ораза шығар дейді. Жігіттер, мен қанша жыл оқып келе жатырмын, мен айтып жатырмын, бағана қанша 15 жылдан мен әлі оқып келе жатырмын. Және білмейтінім көп та. Мен әлі оқып келе. Менің алдымда шәкірттер отырады, уже қанша жыл оқып келе жатқандар, қазірде 6 жыл ма, оның алдында 3 жыл оқып, 9 жыл, 10 жыл, сен қанша жыл оқып жүрсің осы жолда, ислам? 10 жыл ма? 10 жыл жүр, әлі шәкірт. Сұқаным. Білмейді, көп нәрсе білмейді. Мен де білмейміз әлі. Қайда деймін да, шай ішіп отырып, бұның үкімі бұлай ғой деп айту да. Куда? Біз араб тілін білетіндер бар бұл жерде. Артикль алифлам деген бар. Мысалы, әл-хамду деген бар, және хамду деген бар да. Екеуінің разницасы алдына әл қосу да. Осы әлге жігіттер қатысты бір кітап болады. Хайбай. Сен тұрып мәселені шешем, Құранды ашып, переводынан оқимын дейсің. Мен бір кеше өткенде кіммен сөйлесіп қалдым, диспутым. Серік Решанов деген білесіздер ме? Көрдіңіздер ме? Көрмедіңіздер спорт диспутты.
переводчик Құраны. О, жегізіп жүрген кісі ғой ол кісі біразды. Үйтіп, там Құранды переводтап, мынаның мағынасы былай, мынаның мағынасы. Ойлап қалғанда Құран жеңіл деп. Простой бір сөздің мағынасын білмей жүр. Ана жерде юахизу деген сөз тұр, соның глаголы қандай десем, ахоза дейді. Қателесті, ахоза емес. Сен көпні білмей тұрсың ғой десем, уже түсінді да. Сөйтіп барды. Жігіттер қайда өйтіп айту? Мен вообще ол кісіге таңғаламын. Ол кісі тұрып Құранды өзім переводтай беремін. Конечно, именно сен білімің сондай болғаннан кейін сенде сондай түсінік қалыптасып тұр да, точно Құранды болады деп. Потому что сенің білімің болғанда сен түсінетін едің. Ол Құранды өйтіп аударуға болмайды. Шамаң жетпейді, жігіттер. Қазақшасынан алып переводтадым деген сөз сенің ойың емес ол. Ол переводчик саған жазып берген бол. Ол қандай переводчик, ол кім переводчик, және сен оны тексере алмайсың да. Сен просто біреудің идеологиясын тығып жібересің. Қазіргі салафит вахабиттердің идеясы сода, негізгі амалдары. Сен аналарға барып, мысалы бір салафит мысалы келіп, брат, мынау күні қалай десең, сейчас брат постой дейді да интернетке жазады. Ең жақта хадис шығады, или чат GPT шығады. Не алып келеді? Хадис алып келеді. И ана хадистің орысшасын оқиды да үкім береді. Бауырмау, қайда саған? Бір айтып бермейін ба құрсын. Имам Шәкәрім атамыз бар ғой? Шәкәрім атамыз айтады, мына Әл-Мисақ дегенді түсіндіріп атады кітабында. Сөйтіп тұрады айтады, Әл-Мисақ бұл біз кезінде уәдеміз берген Алла Тағала. Алла Тағала бізде айтады, мен сендердің раббыларым ба дейді. Я раббыларым, біз жаратпай тұрып ешкім рухтарымыздан. Сол кезде я деген кезде, сол кезде я сен раббысың. Сол Алла Тағала айтады, уәделеріңді ұмытпаңдар дейді. И кейін бұл әлемге туылдық қой. Сол кезде Шәкәрім атады, бұл уәдесінде 3 топқа бөлеміз дейді. Уәдесінде тұрғандар бар. Алдында осында бір подкастта микрофон тесіп қойып кейін дауыс шықпай қалыпты. Сол мен де сұрап жатқаным сол ғой жаңа. Бұл иә сол. Уәдесінде 3 топқа бөледі. Уәдесінде тұрғандар бар дейді. Бұлар дұрыс сақтап жүргендер. Сол екінші топ уәдесінде тұрмағандар, бұлар вообще ұмытқан діндер. Үшінші топ бұл уәдесінде тұрып, бірақ нәпсінің артынан еріп жүрген күнәһарлар дейді. Сол Шәкәрім айтады, мен оларданмын дейді. Біз сияқты, біз соларданбыз дейді. Күнәһармын деп жатыр да өзі. Үлкен имам ғой, по сути дела. Шәкәрім күнәһар болса, онда біз кімбіз деген сияқты әңгімелер. Мен айтпағым енді, имам Ибн Абидин деген ғалым бар. Соның Хашят Ибн Абидин деген еңбегі бар. Бұл ханафи фихының ішінде стандарт деген білесіздер ме? Мысалы, ханафи фихының ішінде фих деген білесіздер ғой, я мазхаб. Соның ішінде бірнеше үкімдер болуы мүмкін. Мысалы, суды тұрып ішуге бола ма, тұрып ішуге бола ма деген кезде саған законда жазылады. Так, по сунне саған так деп үкімдер жасалады. Енді кейде бір ғалымнан 2-3 риуаят келуі мүмкін да, соның қайсысы сөзі дұрыс деген кезде стандарт для ханафитского фиха Хашят Ибн Абидиннің кітабы дейді. То есть сол стандарт. Ол ғалым стандарт деген ғой. Сол ғалым ханафи мазхабының ғалымдарын айтып бере жатқан кезде айтады. Бірінші топта муштахидл мутлақ ғалымдар тұрады. Ол Абу Ханифа, Имам Шафиғи, Ахмад, Малик деген ғалымдар. Екінші топта муштахид фил мазхаб, Абу Юсуф, Мухаммад Шайбани деген. Үшінші сатыда Джассас деген ғалымдар бар, муштахид фил масаил деген сияқты. Төртінші сөйтіп ғалымдар деп келеді да, жетінші топқа келген деді. Жетінші топтар бұлар ғалымдар дейді, бірақ он мен соғын ажыратамайтындар дейді. Ақ пен қараны ажыратамайтындар дейді. Түнде отын жинаушылар дейді. Түнде отын жинаушылар деп айтады, өйткені түнде отын жинайын деп жүрсең, бәрі отын болып көріне береді, жылан ұстап алсаң да ше. Сондай ғалымдар дейді да. И Ибн Абидин, который стандарт ханафи фихының еңбегі тұрады да, мен осыданмын дейді. То есть, по сути дела, мен надандардың қатарынамын дейді. Ибн Абидин айтады. Мен үкім бере алмаймын дейді. Бауырым, біз кімбіз онда? Біз ол надандардың группасында болса, біз датавон адамбыз. Біз надандар атағы беріле алмай қалған ғой бізге. Саған біз надан деп айта алмаймыз даже. Потому что сенің білімің өте төмен, сен даже надан болуға жеткен жоқсың да. Шариғи илімнен. Қалай сен тұрып переводтай саласың? Мен вообще таң қаламын да. Кейбір салафиттерге, вот, брат, стоите вот здесь вот деп. Ой, Алла. Сол мен айтпағым. Неге ғалымдар үкімдер беру керек? Әркім өз үкімді ала бермей ма? Қалай алады? Не аласың сен? Не аласың? Перевод аласың ба?
ұстаздар керек та. Басқа ұстаздар әл-улама варасатул анбия ме, ғалымдар пайғамбарлардың мирасқорлары деген бар. Енді ғалымдар ғой, пайғамбардан қалай үкім сұрасаң, тура солай ғалымдардан барып сұрайсың. Ошибочно, когда сам решил, что чат GPT-мен мен жүре беремін деп. Жоқ, қате жүре алмайсың. Еще чат GPT өтірік береді үкімді. Өтірік кешірім сұраймын, жаңағы айтуға бола ма, болмай ма, жегізе салады чат GPT. Жаңа біреу айтып отыр, мен көріп отырмын. Мен өзім жігіттер қанша ұстағам чат GPT-ше. Мынандай қана феминистқа басқа бойынша қалай үкімдеген кезде өтірік айта салады. Прямо на ровном месте өтірік айта салады ғой. Еще так естественно выглядит. Өтірік айтпа десең, ай, деп сөйтіп жатады прямо. Да, ошибся дейді. Соны тағы да келіп берді. Бұл да өтірік қойсым. Да, ты правильно сказал, это ошибка. Чат GPT вообще дұрыс емес. Одан кейін жігіттер, мен өзім шәкірттерім, мен шәкірт тәрбиелеп жүрген адаммын. Қанша 10 жылдан асқан. Мен өзімнің өмірім шәкірт, мен кейде айтам, мен өзімнің балаларыма қарағанда шәкірттеріме тәрбие көп бергем да. Балаларымды мен таңертең кетем да, кешке келем, түнде ұйықтап жатқан кезде көруім мүмкін, бірақ шәкірттеріме мен таңертең кешке қасындамын. Сонымен айтпағым, чат GPT жігіттер кейбір просто информация іздеу идеясына тұрмаса, бұл аналитика жасаудың қажеті жоқ. Біріншіден сені ол өте ақымақ қылады. Сен просто анализировать еткенді сен уже біреуге жүктеп салып отырасың. Сенің миың отвлекать етеді анализировать етуден. Сен ертеңгісін кейін кітап оқисың ғой, ана кітаптан анализ шығара алмай қаласың сен уже. Так не алдық бұл? Потому что сен анализировать ету жұмысын постоянно кімге істетіп отқансың? Біреуге істетіп отқансың. Просто сен қалып қалды анализ. Сен онымен сен айтайын, одан да сен қиына. Мен шәкірттерге сондықтан да айтамын, чат GPT қолданбаңдар. Я бәлкім заманнан қалмау керек шығар, но просто информационный мәселелерде бар ғой, онда қандай заң бар бөле деген сияқты. Бірақ аналитиканы бермеңдер. Кейбір моменттерде болатын шығар, бірақ полностью беріп қоймаңдар. Просто миларың балаларға да берудің қажеті жоқ оның негізі. Мен сіздерге кеңес беремін. Керек жерде қолдану керек. Ертеңгісін бір сондай заман болады, біз қазір келе жатырық қой, қазір барлығы қазір чат GPT қолданып жатыр ғой жігіттер, барлығы уже басының анализ жасау жұмысын тұртта біреуге арта салды. Фук болды. Ешкім жасап жатқан жоқ анализді. Фук болды. Қазір саған біреу кел анализ жасайық десеңіз, тұрады чат GPT бар ғой дейді саған. Сен оны уже білмейсің, ол жұмысты жайлап білмей бастайсың да, чек. Одан кейін бізде уже инженер қалмайды. Инженер, который білетін бар ғой. Қалмайды, потому что барлық аналитиканы кімге жасатып отқан? Чат GPT-ға. Түсінетін медик қалмайды. Андай жұмыстар бар ғой, так скажем, сварщик. Сондайлар болмай қалады ғой. То есть, олар өткенде бір не естіп едім, олар цене болады ғой уже. Скоро сондайлар өсет көресіздер, мен сіздерге айтайын. Потому что бәрі чат GPT-ға жатып алған. Дұрыс емес сол. Надан болуға лайық емеспіз десек. Мен айтпам, негізгі сол айтайын дегенше, біз жігіттер надандардың қатарына кіре алмай қалып тұрық қой. Біз еще Құран мен хадиспен үкім шығарғымыз келеді. Бауырыма, мен сен қазір осы жерде қанша отырсың, мен сені қазір простой бір сөз сұрайыншы, арабша білмейсің ғой сен. Еще сен біреуге барып Құранның переводын үкім берейін деп отырсың ба, бауырыңа барып, брат, іздейсің, берген мен мақтан білемін үкімді деп. Сен қайда, куда. Құртасың ғой бәрін. Мен шәкірттерге естіп ұрсам, жинап аламда. Хадиспен, аятпен үкім бермейміз деп айқайлаймын. Бермейсіңдер. Не то, что біз хадиспен Құранның атынан жүрмейміз, а то, что сен құртасың. Біз естейміз енді. Біз фих, ақида кітаптар бар ғой уже. Біздің алдымызда үлкен ғалымдар, которые шамасы жететін аятпен, Құран мен хадиске. Солардың жазып кеткен кітабына қайталсақ болды. Сондықтан фихи вопрос па? Хадис пен Құранға сен өзің барма. Сен бір фихи кітаптан ізде оны. Ақидада вопрос па? Ақида кітаптың ішінен ізде. Құран мен аятқа бұл ұстанбау деген сөз емес. Наоборот, сол дұрыс ұстануда, потому что сен өзің Құранның аятына баратын болсаң, мен сіздерге простой пример келтірейінші, жігіттер. Сенімсіз отқан сияқтысыздар жатам. Құран мен сүннет деп тиіп жатыр ма? Простой пример. Хиджама дәрет бұзама бұзбай ма? Хиджама, сіз намаз оқисыздар ма негізі? Бұзады, Бірақ Бұхарида мынандай хадис бар. Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям ихтажама ва ма тавадда'a дейді. Пайғамбар саллаллаху
хиджама жасатты да бірақ дәрет алмады дейді. Не істейсіңдер? Хадис келіп тұр, а сен хиджама дәрет болады дейді. Пайғамбарымыз хиджамадан кейін алмады. Не істейсің? Вот әдемі да, естіп аласың да, бір жерден естігесің ау. Осыны қарашы, сам по себе сөзге қарайтын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хиджама жасатты және дәрет алмады деген, хиджама дәрет бұзады бұзбайды деген мәселені шешуге келе ма? Может, хиджама жасатқаннан кейін намаз оқығысы келмеген шығар, просто барып жатып, зачем дәрет алуға? Вот пайғамбар дәрет хиджама алдыртып, дәрет алмай намазға тұрып кетті десең, айтар едік. Просто ол дәрет алмады. Көрдіңдер ме қандай смысл да? Егер мен сөйтіп айтсам, жігіттер, қараңдар сендерге. Атыңыз кім? Мади. Мади кіргенде мен сабақты бастадым дедім. Мади келгенде мен сабақты бастадым дедім. Мен сендерге не жеткізгім келіп тұр? Қандай хабарды? Қандай хабар жеткізбек? Именно Мадидің келген айтқым келіп тұр ма, әлде сабақтың басталған? Видишь қалай да, әртүрлі да. Сен ойлап қаласың, Мадидің келгенін мен айтып кетті. Жоқ, мен Мадидің келген айтып тұрған жоқ, мен қашан сабақ бастадым. Сөз деген сонда обманчиво, қайда Құран мен аятқа кіру? Қайда? Мен вообще түсінбеймін. Не деген батыр жүректер Құран мен аятқа прямой кіретін да. Ол еще арабшадан аударылған еще плюс. Кіре алмайсың. Біз кіре алмаймыз ғой. Мен 15 жыл. Мен шілей мақтанбай қойын, бірақ мен арабтардың поэма өлеңдері бар ғой. Солардың оқып, соны талдап жүрген адамдардан біз түсіне алмайсың Құранды кейбір мәселелерде. Пока саған ұстаз келіп түсіндірмейінше, так, вот мына жерде. Түсіне алмайсың. Нұрислам Қари, Хафиз. Түсіне алмайды. Түсініксіз керемет. Жаңа ұстаз басында айттық қой, біз кеңістік деген подкастымыз қазақтың супер қаһармандарын дәріптеу бір мақсатымыз дедік қой. Енді осы жерде алдым мен досыммен отқан кезде қазақтың бір өлеңін оқып қалдым да, енді бір шумақ қана екен. Сүр үрлеп Исрафил алғанда жаныңды Алла, тауларың түтілгенде аспан қақ жарылғанда, қашатын жер жоқ мүлдем, қайда барсаң көз жетеді қате басып жаңылғанға деген қазақтың өлеңі екен да бұл. Енді осыдан кейін қазір енді жұрт айтып жүр ғой, бұрында қазақта ислам болмаған деп, қазақ пен исламды бөліп жару басталды осы тұста. Осы жайлы бір тоқталып, әрі қазақтағы исламды ұстанған тұлғаларды айтып берсеңіз, еңбектері деген. Жігіттер, біздің қазақтың фольклорына кірсеңіз, исламға кірмеу мүмкін емес. Сразу осы жерден бастан айтайын. Мейлі алаштықтар болсын, алаштықтардың тұғырнаманы қазақ автономиясы боламыз деп 1917 жылдан бастап бар кеңес үкіметі қызылдар ақтар жеңген кезде, анаяқта өздері енді восстанавливать еткен кезде, бұна шет елдегі қол астындағы елдер бар ғой, бұрында патша үкіметі тастап өздерімен басшылықта қайып отқан кезде кішкене бостандық сезіп қалады. Сол кезде қазақ автономиясы, все, давай өзіміздің автономиямызды құрамыз, анау-мынау деп Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев деген үлкен сол кездегі зиялылар автономия құрамыз деп заң шығарып, полиция құрастырып, неге оның алдында болмаған, бәрі через не басқарып отқан да орталық. Қазақстанға полиция МВД-ны құрып, Қазақстанның өзінің билік несін құрып, сол кезде заң құрады да тұғырнама жасайды. Әрбір елдің бір тұғырнамасы болады. Как он поведет, өзінің елін қалай басқарады екен ше. Сол кезде жігіттер тұғырнаманың ішіне көрсеңіздер, анаң Әлихан Бөкейхановтардың жазып кеткені, әр жерде администрация болады. Әрбір администрацияда, администрацияның уилая деп атаған олар. Уилая дегеніміз бұл исламда қолданылатын сөз. Уилая. Шария, араб тіліндегі сөз ғой. Олар даже әкімшілік деп айтпаған. Уилая болады деген. Сол уилаяның ішінде басшы болады, әкім болады, анау-мынау болады дегенде, бірақ шариғи бір қази сот отырады деген. Қарашы өзің сол, мысалы, алаштықтардың тұғырнамасы. Енді ол, бұл не керек деймін да басқа. Одан кейін, Мұрат Рамзи деген татардың ғалымдары бар. Мен сіздер жігіттер сен сұрағыңменше, жаңағы кім Мұхтар, кеңес өкіметінің алдындағы қазақтың діни ахуалдан кітап шығып жатыр. Идеально жауап береді анағанша. Просто айтпағым, бір білесіздер ма, бір мынандай сөздер кетті. Патша үкіметі қазақтарды бағындыру үшін
көптеген программалар қабылдайды. Сол кезде бір үлкен мына генерал губернаторларды басқаруға жібереді. Түркістанның несін, біз Россияның астындамыз ғой. Тағайындайды. Сол кездерде бір белгілі известный генерал губернаторлар болатын, который бір радикальный программалармен Қазақстанды өзгертіп бағындырып береміз деген келген. Мен солар Ломоносов Москваға барған кезде соларға қарағам да. Сол кезде Кауфман деген болған бір. Аты Кауфман. Анам бағдарламасы енді серьезный да. Градеков дегендер болған в общем. Сол кезде патша үкіметінің бір идеологиясының бірі қазақтарды төмендетпейінше басқара алмайсың. Төмендету үшін не істейді? Коллективизация бар ғой. Совхоз, не дегендер болды, білесіздер ме? Оның алдында қазақтар қалай жүрді? Арғын тайпасы көшіп қонып жүрді. Тобықтылар көшіп қонып жүрді, жалайырлар көшіп қонып жүрді, тайпамен. Жеті атасын білет бәрі, там, мынау деген сияқты ғой. Бірақ коллективизация кезінде қызық емес. Бәрі кіргізді да. Бұл өзінен уже қанша деді 5-6 жылда мынандай ұрпақтар шығара бастады, который кім елің кім дегенді білмейді. Бәрі араласып кеткен да уже. Потому что уже ана бөліну оттенок болмаған да, ана уже өзінің несі деген сияқты. Бұл өз кезегінде ата-бабалармен мақтап, то есть сенің атаң кім болған деген уже білмейсің ғой сен. Білмесең уже сен уже слабыйсың басқаны алма да. Ата-бабаларың кім екенін білмесең да. Сөйтіп негізі шатыс туған деп ана бір нелер шықты ғой. Негізі бұл моңғолдардан тараған, не болмаса бұларда буддизм болған, по-моему, кейбір қазақтарда деген сияқты Тянь-Шанский бар ғой, таудың аталып ше. Сол экспедиция сол кезде жіберіп жатқан. Чтобы олар буддизмнің бір нәрселерін тауып, мына жерде вот тут буддийский монастырь был, значит, қазақтар значит кейбіреуі буддизмда болған. То есть сол арқылы именно подавлять етті ғой, и подавлять еткеніңе сенің дінің не екенін білмесең, сен ата тегің не екенін білмесең, сен басқаруға оңайсың. Айбет сен басқару. Кәдімгідей. Вот сол кезде бұны сезген халықтың алдылары, бұл идея, бұл саясат татарларға да жасалына бастаған. Сол кезде қазақ пен татардың элиталары тұрады да кітаптар жаза бастайды. Қазақтың ата тегі. Мысалы Шәкәрім қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі деген кітап жазып шығады. Именно сол. Неге? Потому что ана патшаның жүргізіп жатқан саясатына қарсы қазақтың ата тегі мынау. Мәшһүр Жүсіп сол уақытта жазады, шежіре деген кітап жазып шығады. Халел Досмұхамедов қазақтың түп атасы, Ахмет Байтұрсынов қазақтың түп атасы, 40 мысалына. Бәрі сол саясаттың патша үкіметіне қарсы наразылықтан жоқ. Біз осындаймыз. И тағы да бір қызығы дін туралы жаза бастайды. Шәкәрім Құдайбердіұлы жаңағы тарихты жазса, сол жылы мұсылмандық кітабы деген еңбек шығарып шығады. Прям полный мұсылмандық кітабы. Сол кезде кіріспесін естіп айтады. Көрші елдерде башқұрт, ноғай тілі деген татар тілінде ислам еңбектері болса да, қазақ тілінде ислам еңбектері жоқ. Сол үшін қазақ дінін білу үшін мен қазақ тілінде жеңіл түсініктер жазуға бел будым деп. То есть не үшін жазып жатқанын ұмытып кетеді да. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Оқып жүргендер бар ма екен араларыңызда? Магистр болмаса, ученый степень болады ғой, магистр болмаса доктор да. Солар зерттеу гуманитарлық ілімдерде көп жағдайда біз тұлғаны зерттейміз. Мысалы мен диссертациялық тақырыбым Шәкәрімнің фиқх нелері болатын. Біреулер мысалы Ыбырай Алтынсарды, біреулер Сығанақи, біреу Әл-Фарабиді зерттейді. Сол кезде сұрақ туындайды да. Жігіттер, зачем нам копаться в прошлом? Вообще ода пайда бар ма? Қандай пайда? Мәселен да. Енді кейбір ғалымдар айтады, жоқ, бізге бұл дәстүр деген түсінікті береді дейді. Почему? Потому что біз олардың не істегенін білетін болсақ, және біздің қазіргі өшу заманға дейін жеткен жетістігіміз, демек солардың таңдаған жол арқылы болып тұр ғой, енді дұрыс таңдаған болып тұр ғой, значит солардың дұрыс таңдаған жолдарын біз бекітіп, оны дәстүр ретінде қарастыруымыз керек өзі дейді да. Чтобы отфильтрованный амалдар ғой, короче. Жарайды. Бірақ енді ол дәстүрді білу үшін қалай барамыз ол векқа деген кезде, сол векта өмір сүрген бір адамды оқып зерттеуіміз керек дейді. И ол ғалым. Почему у вектағы болып атқан дәстүрді түсіну үшін ол бір ғалым зерттеуіміз керек? Потому что ғалым дейді, всегда сол заманда өзінің замандағы болып атқан қоғамдық істерден алыс қалмайды. Постоянно өзінің мнениесін білдіртіп отырады, жазады ол дейді. И когда сен ол ғалымды изучаешь, сен нені изучаешь негізі? Сол қоғамды векті да. Жігіттер, айтпағым, Шәкәрімнің сондай еңбектер жазуы,
Мәшһүр Жүсіптің сондай еңбектерді жазуы, Абай Құнанбаевтың сондай еңбектерді жазуы, Ахмет Байтұрсыновтың еңбектерінің жазылуы, бәрі дін туралы болуы нені айтады? Сол уақыттағы қоғамды айтады. Мұсылман діндар қоғам. Болды, басқа идея жоқ бұл жерде негізі. Сол мен дұрыс жауап бердім. Өте керемет болды. Бізде уақытта тапшы болып қалған екен, соңғы бір сұрағымыз қойып жіберейік орамал жайлы. Кеңістік біздің шығарылымның демеушісі Жебе баспа үйіне ұшан теңіз алғысымызды білдіре отыра. Және де кітап басып шығарғысы келетін жандар болатын болса, Жебе баспа үйі толық Қазақстанды қамтиды, үлкен баспахана. Дәл осы Нұржан ұстазбен шығарылымды біз Жебе баспа үйінің парақшасымен коллаборация қылып салатын боламыз. Кітап шығарғысы келетін жандар небәрі 990 теңгеден бастап кітап шығара аласыздар. Сол сілтемеге өтіп, толық ақпарат біле аласыздар. Ал біз Жебе баспа үйіне алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Орамалдың міндеттелуі адам қалауына қайшы емес пе? Қазіргі орамалын шешіп жүрген жастарға, жас қыздарымызға не айтуға болады? Жігіттер, түсіндім да. Мынандай қалау деген не деп ойлайсыздар жалпы? Өзің адамның шешімі. Таңдаудың болмауы ма? То есть, мысалы, жарайды, мәжбүрлеу дейікші. Мәжбүрлеу дегенімізде сенде таңдаудың болмауы ма? Болды. Енді саған ислам орамал ки деген кезде сенде таңдау жоқ па? Жоқ. Бар ғой, неге? Енді қаласаң ки, қаламасаң киме? Не? Ол неге қарама-қайшы болады бірақ. Жоқ, айтпағым, неге орамал ки сен мәжбүрлеу деп айтасың? Сенде таңдау тұр ғой, саған неге сен мәжбүрлеу деп айтасың? Кім сен мәжбүрлеп жатыр? Қаласаң ки, қызым ау, қаламасаң киме. Бірақ неге сен оны барып елге барып мәжбүрлеу дейсің? Я не хочу, чтобы постоянно мен управляли, болмаса мен мәжбүр. Кім сен мәжбүрлеп отыр, қызым ау? Киме, бірақ біреуге барып айтпа. Мәжбүрлеу деген түсінік, таңдау болмады. Саған барып тұрып міндеттеп қойдық. Тамағына қысып тұрып кигізіп қойдық та сен. Жылатып тұрып. Вот сол кезде айт. Ал енді сен өзіңнің нәпсінің артынан ергің келіп, бірақ сонымен қоса өзіңді ақтап алғың келіп тұр да. И тебе хороший вариант та там, ол жерде қысым, давление, ешкім саған давить еткен жоқ, шештің ғой болды. Әйтпесе давление болмаса қалай шешетін едің? Шештің болды. Ол сенің проблема. Таңдау не деген атымен мәжбүрлеу деген вообще идея жоқ ол жерде. Намаз оқымасаң да сен ешкім мәжбүрлемейді ғой. Просто өзің үшін ертең көресің. Сосын бір соңғы сұрақ. Жалпы қазір біздің жүрегіміз таза, жақсылық істерді істеп жүрміз, отбасыға көмектесіп жүрміз, бірақ намаз оқымаймыз. Нормально деп айтады да олар өздерінің жақсы істерін. Бірақ намаз оқымайды. Мен сіздерге былай айтайыншы, ақидамен жауап берейін. Сөз бар ғой, сөз. Мысалы мен ердосы сөйлеуші десем, мен несіне қарап оны сөйлеуші деп сипаттап тұрмын? Сөз болғандан, не ол сөз? Мен айтып айтпас едім, сөз ол негізі сипат. Сипат, бойындағы ше. Мен мысалы, ол қара болса мен айтамын, о қара екен деймін, шаш ұзын болса, о шаш екен, бұл сипат негізі. Ал сөз деген не? Сөз дыбыстары әріп деп жатсыздар ғой. Егер сөз бұл дыбыстар әріп, мен айтамын, сөз бұл сөз емес. То есть дыбыстар әріптер сөз емес. Өйткені дыбыстар әріптер сөз болатын болса, онда адамның ішінде сөз деген нәрсе болмас еді, мағына деген. То есть мысалы мен айтамын, кім Мади ма? Мадикеге бірау сөз бар деймін. Қай жерде ол сөз менде? Бірау сөз бар дедім. Ішімдегі әлі айтылмады ғой. Демек, ол әлі ішінде тұрса, ол әріп әлі дыбыс емес қой. Демек, ол әлі ол не? Ол сөз. Демек, шын сөз ол қай жерде? Іште. Енді қарашы, әріптер мен дыбыстар не деген кезде? Әріптер мен дыбыстар сол ішіңдегі сөзге тек нұсқаушы. Сол рөлді атқарады болды. Сол рөлді атқарады. Енді бір топ бар, мұғтазилік деп айтатын, жоқ. Сөз ол әріптер мен дыбыстар дейтін бауырым айтқан сияқты. Біз айтамыз, сөз әріптер мен дыбыстар болатмаса, онда маған келіп, ердос мысалы, кешірім сұраймын деді. Мен голубоймын десе. Мысалы да. Бірақ ол ішінде өтірік айтып тұрса да, бірақ ол голубой болып қала береді, потому что ол ішіндегі нұсқаушы сөз деген сол сөз болып қалды да, который не указывает, что внутри, а просто сол болып қалады да. То есть указывающий моменті кетіп қалады оның. Енді к чему я? Жігіттер, сенің амалың, сенің ішінде не бар, соған указывающий момент. Сказав то, что мен айтыр, жүрегім таза, анау-мынау, но сенің амалың оған нұсқамай тұрса,
Қаяқтан білеміз біз? То есть сенің ішің таза десең, онда сенің іс-әрекеттерің сол тазалыққа не істеу керек, уже көрсетіп тұру керек қой. Енді сен мен иманым бар, тазамын десең, онда сен намазда көріну керек та ол уже. Егер намазда көрінбейтін болмаса, онда біз қалай білеміз сенде иман бар жоғын? Указывающий момент кетіп қалады әрекеттен. Әрекеттер бұл указывающий момент сенің ішіндегі нәрсе. Сондықтан да бұл намаз іс-әрекеттер маңызды. Бірақ жігіттер, намаздың өзі иман емес. То есть, кто не читает намаз, он не мусульманин деп айта алмайсыз уже. Но и бір шетінен былай да айта алмайсыз. Типа, намаз оқымаса да чистейший мусульман айта алмайсыз, потому что оның ішіндегісі должно было несіне шығу керек еді? Сыртқа шығу керек еді. Сол. Жақсы, көп рахмет ұстаз. Осындай сұрақтарыңыз, күмәнді сұрақтарыңыз болатын болса, ұстазымыздың приложениесі бар, қателеспесем. Иә. Нұржан ұстаз онлайн деген приложение бар, жігіттер. App Store'да жасап жатырық сол бәрін. App Store'да және Android'та. Скачать етіп алсаңыздар болады. Ішінде мұсылманға керек. Ана қарындас, сестренка, біз білеміз ана, қызым бар. Әйтеуір бір сен ішіне кіріп кетпесе екен деп жүреміз ғой, Instagram, TikTok'та. Анау идеально, ана ішінде Instagram сияқты лента бар даже. Крестерда уағыз насихаттар тоже жүре береді приложение ішінде. Оны қыз балаға да, ұл балаға да жас мектептегі скачать етіп қойсаң, Instagram бәрін өшіріп тастасаң, ақпарат ала береді ана жақтан ше. Потом сұрақ деген окошко бар, сояқтан сұрақ қоя аласыздар. Одан кейін курстар бар, оның ішінде видео сабақтар бар, енді ол профессионал түрде үйренемін дегендерге. Одан кейін ойындар бар. Мысалы, бүгін сағат 10-ға біз ана куиздан ойын ұйымдастырып жатырық қазір. Одан кейін прямой эфир бар ол приложение ішінде. Сұраққа жауапқа жасалынып жатқан. Сол бүгін мысалы сағат 10-да қазір куиз арқылы бір 500 адам жинап ойын айтайық деп жатыр, бір 10 сұрақ басталады онда. И бүкіл жан-жақ бір сұрақтар бір 500 адамға кетеді ғой, көреді, жаңаяқтан ойнап отырады да, чек. И кім жеңеді, соған кітапты сыйлыққа, командаларға жауапты сыйлыққа береміз деп отыр иншалла. И бір шетінен сендер ислам туралы информацияны біліп аласыздар. Тегін. Саусағыңмен басып кірсең болды да негізі. Қалғанның бәрі иншалла Алланың қалауымен. Сол сұрақ қоятын жерлер бар. Жолдастарыңызға, қарындастарыңызға приложение скачать етіп қойсаңыз, ана жақта керек сұрағын тұрады да, мен голосовоймен жүремін даже. Жауапты. Голосовоймен жіберіп отырмын кейде. Ол қазір шықты ғой, иә? Тұр. Шыққанда болды, уже болды. Намаздың уақыттары бар. Ішінде халал карта деген бар. Дүкендерді көрсетеді, қандай дүкендер халал, мешіттерді көрсетеді халал. Полный бар. Зікірлер, таңғы зікір, кешкі зікір деген сияқты. Приложение скачать етсеңдер болды негізі. Күшті. Алла разы болсын ұстаз. Сіздерге де Алла разы болсын. Қонаққа келгеніңізге, келісім бергеніңізге. Осы үшінші шығарылымымыз өте бір керемет шығарылым болайын деп тұр. Енді құрметті көрермендер, сіздердің де ойларыңызда жүрген тағы да күмәндарға жауап болатын болса, біз YouTube-тың астына екі сілтеме қалдырып кетейік. Бірінші, App Store-дан ұстаздың өзінің приложениесін қалдырып кетеміз. Екіншіден, осы күмәндарға жауапты сатып алуға сілтеме қалдырып кететін боламыз. Сол жерден ұстаздың кітаптарын сатып алып, күмәндарыңызға жауап таба аласыздар. Оның ішінде өте құнды нәрселер көп. Иә, мен тағы да бір жүректе халықтың аузында жүрген сұрақты қойшы, не етейінші, өткенде біреу жазып жіберіпті. Атеист қойдым, по-моему, деп. Соны айтты, бизнес жасап жатсың ба деп ше. Жігіттер айтпағым. Енді қанша айтамын. Негізі мына кітап сөйтіп еңбекпен жасалған, и одан кейін мына QR код бар, ішіне видео жасағанбыз әрбір сұраққа. То есть видео түсініктіреуі бар да. Но дело не в том, бұл, то есть қазір 7990 ба бір сатып жатыр. Сондай. 7990 қымбат қой деген сияқты әңгімелерді айтылуы да мүмкін. Болмаса қымбат, болмаса да жарайды. Айтпағым. Сол жиналған ақшаға жігіттер, мұны уаллахи шәкірттердің бір жеріне жіберсек па деп отырық та. Соның өзі бізге просто шәкірттерге мен қанша айтып жүрмін да, алмаймыз да сол жерден ше біз. Енді ана сатып жүрген адамдарға бір десесін беруі мүмкін, енді жұмыс ғой, олар ниеті қандай екен білмейсің. Бірақ біз әйтеуір негізгі мақсат шәкірттерді қамтамасыз етіп отырсақ па деп отырмыз. Өйткені мен қолымда қанша шәкірт оқиды, біреуінің ақшасы жоқ, біреуінің ақшасы не, анаған жетпейді, біреуінің ақшасы 1,5 миллион болуы мүмкін жылына төлейтін болса, біреу ақ ол. Баспанасы жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Соған, уаллахи соған кетіп жатыр, басқа ештеңе жоқ та. Сол мен қоюдағы мақсат сол болған. Ақшаны қоюдағы мақсат, ақша жиналып, әйтеуір ана шәкірттерге жұмсалатын ақшаны кішкене капит етіп отырса екен ғой, дейтіндей да енді. Идея сол болады, басқа ештеңе жоқ. Бағасына өте лайықты. Негізі бұл
қойылған бағаның өзі арзан деп айтам. Негізі бізде әлі елде кітап мәдениеті толық қалыптасқан жоқ қой, бағалар деген секілді. Бағасына өте лайықты. Соған қатысты енді видео бәрін жасағаннан кейін сөйтіп қойдық та, одан кейін шәкірттерге қолдау болсын деп неткенбіз да. Анау ненің астында да Нұржан ұстаз онлайн деген бар ғой, соның астында жобаға қолдау деген жер бар екінші. Алды. Жігіттер валлахи бәрі шәкірттерге ауыз кейде әйелімнің ауызынан жыртып алып тұрып шәкірттерге беремін ғой. Кейде солай сөйтесің да негізі. Сондықтан да бір онымен байып атқан да жоқпыз ба, онымен бір мақсат та жоқ, негізі айтсам, бір баю әйтеуір үйтіп бір сабағымызды беріп өліп кетсек па деп жүрді да, әйтеуір осы жол жетеді деп негізі. Сондықтан да сол жігіттер осыны түсіндірейін деген болды. Тағы да Алла разы болсын ұстаз келгеніңізге. Құрметті көрермендер, жобамыз ары қарай дамысын десеңіздер, жалғасын тапсын десеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден көмек. Қош сау болыңыздар. Келесі шығарылымдарда жүздескенше. Амин иншалла. Алла разы болсын ұстаз. Сіздерге де